Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен жалпы бүгін фикс прайстан алған заттардан осындай әдемі қалта жинаудың видеосын түсіргім келіп тұр. Жалпы қанша теңге менде кетті, жалпы есеппенен не салатын боламын, соның барлығын айтам. Мен жалпы Көкшетау қаласының жасалатын тілашар тойына барамын. Жалпы өзім Көкшетау қаласынан болғандықтан, жалпы біз жақта қалай жасалатындығы туралы айтқым келіп тұр. Сондықтан да қазір мен сол жайында барлығын тиянақтылап сіздерге айтып беремін. Мен көлемі жағынан орта қалта алдым. Жалпы бұл қалталар менде әрбір барған тойлардан келеді. Өзім бір қалта алып барсам, шыны керек үйге бір қалта алып келем. Біздің жақта, яғни кім қалтаны ашады, сол адам осы қалтаның сыртын алады бізде. Сондықтан да мен жалпы қалтаны сатып алған жоқпын. Ол мен өзімнің үйдегі қалтадан шыққанның өзі. Жалпы 12 зат салынды. Мен ер баланың тілашар тойына барамын. Сол себепті де алған заттарым кішкене жаңағы үйлесімді болсын деген ниетпен ер баланың суреті бар, балалардың жаңа сұйық сабынын алдым. Бұл сабынның құны 549 теңгеден. Осы 549 теңгеден мен 6 данасын алдым. Осындайдың фикс прайс мен алған дүкенде қыз баланың суреті менде болды. Ол өте ыңғайлы, өте жақсы. Себебі егерде қыз баланың, яғни жалпы 40-нан шығаруына, 1 жасар тойына, 13 жас мүшеліне, қалжа тойға, сондай әртүрлі тойларға жалпы алуға болатын дүние екенін мен байқадым. Бұның тағы да бір жақсы жері, бұның көлемі 1 литр. Өте әдемі көрінеді. Өте әдемі көрінеді, қыздар, мен сіздерге айтайын. Және де мен сіздерге тағы айтарым, бұл өте жақсы құрамы. 549 теңге болғанымен баға жағынан құрамы жақсы. Мен оны қайдан білемін? Себебі бізге шыны керек, мен бұл жайында қайдан білдім. Мен алдында бір барған тойдан осындай, яғни осындай сұйық балалар сабынын алған болатынмын. Соны өзімнің жаңағы кішкентай қызыма қолданып келем. Әлі де жаңағы күнделікті жуатын ыдысына құйып қоямын да, аз мөлшерден қолданып келем. Өте ұзаққа жетеді, бірақ және де құрамы өте жақсы. Сондықтан да міне 1 литрлік үлкен және әдемі, бағасы 549 теңгеден 6 дана. 6 дана. Екінші, енді мен 6 дана бұл сабыннан салғаннан кейін маған жалпы енді тағы 6 дана дүние керек болды. Мен оған осындай көлемі жағынан жарты литрлік жидкое мыло, яғни с антибактериальным эффектом дегенді алдым. Бұл да сұйық сабын. Неге мен бұны алдым? Біріншіден баға жағынан кішкене жақсы болды. 324 теңгеден бағасы. 1 данасы, яғни жарты литрлік 1 дана 324 теңге. Көлемі жағынан да өте жақсы, яғни кішкентай ғана, азғантай емес. Себебі көбінесе сұйық сабындар, мынау абсолют болсын, басқалары болсын, көбінесе 200-300 мл болады. Ал бұл жарты литрлік 0,5. Және де мынау түс, яғни бордовый немесе қызыл деп айтып жатамыз ғой. Ол мынау мен алған ер баланың суретіменен өте жақсы үйлесті. Сондықтан да маған өте ұнады. Мен шие түрін алдым. Басқа да түрлері болды, бірақ мен үйлесімділікке кішкене, яғни қызыл түсті болсыншы деп араластырып алдым. Бұл міне осы жаңағы алған екінші затым. Міндетті түрде бізде, яғни номерация қойдым. Себебі енді менің біріншіден негізі бір түрлі алатын болғанмын, бірақ кейін осылай араластырып салғанды жөн көрдім. Сол себепті мен номерация жасадым. Әрқайсының номерация жазып. Енді менде біз жақта көбінесе осылай не жабыстырады, яғни
орысша ценник деп айтып жатады ғой, дүкендерде қолданатын. Соны жабыстырамыз дағы, біз осылайынан салып қоямыз. Барлығын салып шықтым. Жалпы жұп сандарды мен мынау осы жаңағы сұйық сабынға қолдандым да, ал тақ сандарды, яғни 1, 3, 5, 7 деген жаңағы 9, 11 дегендерді мен үлкен сабынға қолдандым. Одан қалды бізде жаңағы қалта ашқан адамға бірдеңе беру керек. Мен оған үйде бар жаңа қолданылмаған сүлгі бар. Бұл ваннаның сүлгісі екен. Мен бетіне соны салам. Бұл жаңағы қалта ашқан адам бізде соны алады. Қазір әдемілеп тұрып мынаның ішіне барлығын салатын боламын. Міне қыздар, дайын болды. Осындай әдемі қалта болып шықты. Көлемі жағынан да өте жақсы, көлемді. Ер баланың суреті, яғни ер баланың тіл ашарына прям үйлесімді болып келді. Мынау үстіндегісі қалта ашқан адам алады. Енді бұл жерде номеровтар жазғаннан кейін дәл осындай 12 түрлі номер жазып, мен кішкентай сағыздарды сатып алдым. Оны да ішіне салып қоямын. Яғни сол сағыздарды үстел басында отырған 12 әйел бір-бірден алады дағы. Кімге қандай сан түсті, сол бойынша жаңаға алатын, қандайтын болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде фикс прайстан алсаңыздар да осындай қалтаға өте жақсы. Сонда, яғни барлық бағасын бәрін жазып кеттім.